Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге ауыздағы жағымсыз иістің себептері және оны үй жағдайында кетіру жолдарымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ауыздан шыққан жағымсыз иіс әрқашан басқалармен қарым-қатынасқа кедергі болып табылады. Ең алдымен жағымсыз иістің ең басты себебін анықтау керек. Шынында да көп жағдайда галитоз денеде елеулі ақаулардың пайда болуын көрсетеді. Бірінші және ең көп таралған себеп ауыз қуысының нашар гигиенасы. Тазаланбаған тістер мен оларға кептелген тағам патогендік бактериялар үшін тамаша көбею алаңы болып табылады. Сонымен қатар ауыз қуысында протездер мен әртүрлі деструктивті процестердің болуы жағымсыз иіс тудыруы мүмкін. Пародонт ауруы, кариес, пулпит және тағы басқалар. Жағымсыз иістің жалпы себебі лор аурулары, ларингит, синусит, гайморит, танзилит, фарингит, мұрын бітелуі, трахея мен өкпе аурулары. Жаман иістің тағы бір жиі кездесетін симптомы құрғақ ауыз. Сілекей бұл бактериялардың аузын тазарту үшін біздің денеміз беретін пайдалы механизм. Жасы ұлғайған сайын сілекей бездері өз функцияларын ішінара жоғалтады. Бұл сілекейдің азаюына әкеледі. Осыған байланысты ауыз қуысы жеткілікті түрде тазартылмайды, қабыну ошақтары пайда болады. Сонымен қатар құрғақ ауыз белгілі бір дәрі-дәрмектерді қабылдауға байланысты, сондай-ақ ұзақ сөйлесу кезінде пайда болуы мүмкін. Салауатты диетаны сақтау, үнемі алдын алу және денсаулығыңызды бақылау тыныс алуды қалпына келтіруге көмектеседі. Дегенмен, мұның бәрі көп уақытты талап етеді. Бірақ маңызды кездесу немесе күн болса ше, бұл жағдайда жағымсыз иісті қалай тез жоюға болады? Мұны істеудің әртүрлі жолдары бар. Соның ішінде фармацевтикалық препараттарды қабылдау және халық рецептерін лимон немесе лайм шайнау. Бұл әдіс иісті мәңгілікке жоя алмайды, бірақ бірнеше сағат бойы одан құтылуға көмектеседі. Қабығымен бірге лимон немесе лайм тілімін шайнаңыз. Сондай-ақ жедел медициналық көмек ретінде цитрус қабығын пайдалану ұсынылады. Оны әрқашан өзіңізбен бірге мата сөмкесінде алып жүруге болады. Қалампыр ауыз қуысындағы қорқынышты иіспен көмектеседі. Сізге тек бірнеше секунд шайнау жеткілікті. Өсімдіктен алынған қалампыр эфир майы ауыз қуысын сергітіп қана қоймай, көңіл күйіңізді көтереді. Қышқыл алма бұл мәселемен күресе алады. Жемістер қорқынышты тыныс алудан құтқарады және ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Тұз ерітіндісі де проблемадан арылуға көмектеседі. Ол үшін ауызды тұзды сұйықтықпен немесе 0,9% натрий хлориді ерітіндісімен 2-3 минут бойы шайыңыз. Ол иісті өлтіреді және бактерияларды жояды. Галитоздан құтылатын бірнеше пайдалы кеңестер. Тіс гигиенасы. Күніне кемінде 2 рет тісіңізді жуыңыз. Мүмкін болса оларды әр тамақтан кейін тазалаңыз. Тіс щеткасын үнемі ауыстырып отырыңыз. Немесе ультрадыбысты тіс щеткасын сатып алыңыз. Ол тісті жақсы тазартады. Темекі шекпеңіз. Егер аузыңыз құрғап кете беретін болса, бір күн ішінде жеткілікті мөлшерде сұйықтық ішіңіз. Құрғақ ауыз қуысына арнайы спрей немесе ылғалдандыратын гельді де қолдануға болады. Егер жақсару байқалмаса, дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Тіс дәрігеріне үнемі барып тұрыңыз. Есіңізде болсын, галитоздың ең көп таралған себебі гигиенамен байланысты. Дәрігермен кеңесіңіз. Асқазанға байланысты проблемалар болуы да мүмкін. Таңертең ауызды кез келген өсімдік маймен шайсаңыз, ауыздағы жағымсыз иісті бірнеше сағат бойы басады. Достар, бұл видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.